Вот зенит бойынша сіз жақсы білесіз, енді ол әлі инвестор жоқ. Жалпы неге оны шығарып отыр? Біріншіден, ол жерде 800-ге жуық адам жұмыс жасап жатыр. Енді завод тек қана бір ғана кемені шығара беретін болса, әрине ол дұрыс емес. Мемлекеттің тек тапсырысын ауыздарын ашып отырмау керек қой. Сондықтан да завод қазір жаңа инвесторлар жаңа бағытта, яғни бүгінгі күнге мынау қажетті, мынау азаматтық былай айтқанда талаптарды бүгінгі күні, яғни мынау өндіріс орындарының жаңағы шеңберін кеңейту бірінші мақсат. Соған байланысты мына жекешелендіруге қойып отқан да сол. Сондықтан да егер де жақсы инвестор келіп, қазір мынау тауарлардың ассортименті өзгеретін болса, сонымен қатар экспортқа, жаңағы нарыққа, экспортқа шығаруға бағытталатын өнімдер болу керек. Міне осы басты мақсат жаңа жекешелендірудің. Бір ғана кемемен отыра бермеу керек.